Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өзім үй жағдайында жасайтын осындай керемет нанның жасалу жолын көрсетсем деп отырмын. Жасалуында еш қиындығы жоқ осындай нанды сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге өте ұнайды деген ойдамын. Менің каналымда менімен бірге болыңыздар. Әлі сан түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлық заттарды дайындап аламыз. Бізге жылы су керек. Жылы суға қантты ашытқыны салып, осыны жақсылап араластырып, бір 10 минутқа қойып қоямын. Сол кезде ашытқы көлемі жағынан 2 есе ұлғаю керек. Солай жасайтын болсаңыздар, сіздердің нандарыңыз арасы өте үлпілдек болып шығады. Енді ұнға тұзымызды қосып аламыз. Біздің ашытқымыз осылай көлемі жағынан ұлғайып көпіршіктену керек. Енді ұн мен тұзды жақсылап араластырып алғаннан кейін ортасын осылай ашып аламыз. Енді бізге сүтіміз жылы болу керек. Жылы сүтімізді осының ортасына құйып, оның үстіне сұйық майды, қаймақты саламын. Енді дайын болған ашытқымызды осының үстіне құйып, барлығын жақсылап, қолмен илеп, жұмсақ қамыр илейміз. Біздің қамырымыз осындай жұмсақ болып шығу керек. Енді осы дайын болған қамырды бетін жауып, жылы жерге 1,5 сағатқа қойып қоямын. Кез келген нан пісіріп жүрген форманы дайындап аласыздар. Мен бетіне осылай пергамент салып алдым. Менің наным ашып дайын болды. Мен оны 2 рет қайтардым. Енді осыны менің форма кіші болғандықтан мен 2-ге бөліп саламын. Формаға салып алған қамырымыздың бетін бір ыдыспен жауып, 10-15 минут сол үстінде қалдырамын. Енді нанымыз көтерілгеннен кейін қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі, сондықтан да өздеріңіз қарап байқап тұрыңыздар. Міне, менің наным осылай пісіп шықты. Олар әлі де өте ыстық, сіздерге арасын көрсеткім келіп тұр. Арасы осындай үлпілдек, өте жұмсақ болып шығады. Үй жағдайында жасалатын керемет нан. Міндетті түрде сіздерді жасап көріңіздер. Сіздерге өте ұнайды деген ойдамын. Видеоның соңына дейін қарап, тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Астарыңыз дәмді, отбасыларыңыз аман болсын.